Сәлем, мен Жасұланов Азаматпын. Мен Ақтөбе облысы Ойыл ауданында дүниеге келіп, сол ортада өсіп қалыптастым. Мектеп қабырғасынан бастап техника мен технологияға ерекше қызығушылығым болды. Бұл қызығушылық мені Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің жоғарғы колледжіне алып келді. Мен информатика пәні мұғалімі мамандығын таңдадым. Колледж жылдары мен үшін үлкен даму кезеңі болды. Мен тек білім алып қана қоймай, өзімді жан-жақты дамытуға тырыстым. Ізденіс пен еңбектің нәтижесінде колледжді жылдың үздік студенті ретінде аяқтадым. Бүгінде мен Жақия Жүсіпбалиев атындағы Ойыл Қаза орта мектебінде информатика пәні мұғалімі болып қызмет атқарамын. Әр сабақ мен үшін жаңа мүмкіндік, әр оқушы ашылмаған потенциал. Мен тек тақырып түсіндіріп қана қоймай, оқушылардың ойлау қабілетін, логикасын және заманауи технологияларды дұрыс пайдалану мәдениетін қалыптастыруға тырысамын. Және бір жылдан бері робототехника бағытында және STEM бағытында сабақ беріп келемін. Робот құрастыру жай ғана техника емес, бұл баланың қиялы мен интеллектісін қатар дамыту. Мен оқушыларының көзіндегі қызығушылықты көргенде өз жолымды дұрыс таңдағанымды сеземін. Және тағы бір қырым фотоға түсіру. Бұл менің шығармашылық әлемім. Мен кәсіби фотограф ретінде әр сәттің маңызын түсінемін. Камера арқылы эмоцияны, тарихты, шынайылықты жеткізуге тырысамын. Бұл да бір өнер. Және бұл өнер маған әлемге басқа қырынан қарауды үйретті. Сонымен қатар мен бос уақытымда спортпен айналысқанды жақсы көремін. Волейбол менің тәртібім мен мінезімді қалыптастырған сала. Спорт маған жеңісті де, жеңілісті де дұрыс қабылдауды үйретті. Командамен жұмыс істеу, бір мақсатқа жұмылу, бұл қасиеттер мен педагогикалық қызметінде үлкен рөл атқарды. Бүгінгі ұрпақ цифрлық дәуір балалары. Ал ұстаз заманмен бірге дамымаса, болашаққа жол көрсете алмайды. Менің өмірлік ұстанымым білім арқылы болашақты қалыптастыру, әрекет арқылы өзіңді дәлелдеу. Мен өз саламда кәсіби дамуды жалғастырып, оқушылардың жетістік арқылы қоғамға үлес қосуды мақсат етемін. Хей, мен Азаматтың жасанды интеллект түрімін, жалпы жасанды интеллект қолданып видео жасай аламын деп шығып жатырғаным ғой. Назарларыңызға рахмет.